Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге қазыны осылай ерекше жолмен әсемдеудің түрін көрсетемін. Қонақтарыңыз келгенде осылай ерекше етіп ұсынсаңыздар болады. Видеоның соңына дейін қарап ұнаса лайк басып, каналға тіркеліңіздер. Алдымен бізге аш ішек керек. Бұл жерде менде қойдың аш ішегі. Оның жақсылап іші сыртын жақсылап тұрып жуып аламыз. Енді ол ішекті екіге біріктіріп, біріккен ұшының соңын осылай 5 саусаққа іліп шығамыз. Осылай 5 саусаққа іліп шыққаннан кейін, әр саусағымызға өстіп ішекті іліп, астындағы ілмекті үстінен ауыстырып, айландыра өріп отырамыз. Сол кезде біздің өрмегіміз шығады. Осылай айландыра саусағымызға салып, астындағы ілмекті үстінен шығарып, түгелімен ішек біткенше соңына дейін осылай өру керек. Ішектеріңіз бірыңғай үзілмеген болу керек. Бұл жерде менде 2 қабатталған ішек, 2 қабатталған ішектен өрсеңіздер, жуан әдемі болып көрінеді. 1 қабаттап өрсеңіздер де болады. Бұл әркімнің өзінің қалауы. Ішекті осылай өре бересіздер, міне ол осылай өзі өріліп, ортасы қуыс болып қала береді. Біркелкі етіп өріліп шығады. Енді біз соңына кеп қалдық. Осыны тағы да бір айландыра өріп шығамын. Ішегі аяқтауға келіп қалды. Енді бұны біз түйіндеп бекітуіміз керек. Ол үшін бізге осы әр саусақтарымызда ілініп тұрған ілмектердің ортасынан ішектің ұшын осылай өткізіп, саусағымыздан шығарып отырамыз. Сол кезде ішек өзі аяқ жағы түйіліп, біздің өрілген өрмегіміз сөгіліп кетпейтін болады. Осылай әр саусақтағы ілмектің ортасынан өткізіп аламыз. Міне сол кезде ол өзі осылай түйінделіп қалады. Енді осы дайын болған өрмегіміздің ішіне қазымызды саламыз. Қазыны өріп бастаған шеттен кигізесіздер. Осылай жайлап тартып ұшына дейін түйіндеп бекіткен жерімізге дейін қазыны кіргіземіз. Өзі өте оңай киіледі. Осылай кигізіп, өрген өрмегімізді ары қарай тартып басына жеткізу керек. Осылай өрмекті біркелкі жөндеп, басына дейін жеткізіп, қазының 2 ұшын, осы өрмектің 2 ұшын шығып кетпес үшін жіппен байлап қойсаңыздар болады. Қазымыз дайын болды. Енді бұны асып пісіре берсеңіздер болады. Осылай жасасаңыздар, қазыларыңыз ерекше әдемі болып шығады. Алдын ала осылай жасап, қазыны тоңазытқышқа салып қойсаңыздар болады. Видеоны көріп тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді, отбасыларыңыз аман болсын.